Бағдарламамызда давам етеміз. Салық комитеті басшысының орынбасары Улуғбек Садуллаев Нүкіс қаласы һәм барлық районлардағы іссіханамен шұғылданушы іс-бермелердің жұмысы давамында ұшырасып отырған машқаларны шешім табу мақсатында ұшырасу өткерді. Нәубетте хабарымыз айны осы бағдарда таярланған. Ұшырасуда дәслеп, іс-бермелер үшін белгілеп берілген жеңілдіктер һәм имканиятлар. Соның ішінде салық қарызын төлеу міндетін 2028 жылдың ақырына шегем кешіктіру. 2025 жыл 1 октябрь жағдайына есепланған пеня, финанслық һәм әкімшілік жарималарды есепке алу хақында сөз етілді. Сондай-ақ 2028 жылдың ақырына шекем дараматы 60%-тен артса, социалық салық ставкасының 12%-тен 1%-ге түсіру. Жер фонды категориясына қарамастан ауыл қожалығына мөлшерленген жерлер үшін салық ставкаларын қолдану бойынша қанегелер тарапынан мағлұматлар берілді. Атап өтілгенде, Қарақалпақстан Республикасында бүгінгі күнде жамы 75 іс-бермелік субъекті 169,1 гектар жер майданында іссіханамен шұғылданбақта. Олар тарапынан құрылған іссіханаларда осы жылдың ақырына шекем 7000 тоннадан аслам, ал 2024 жыл давамында 10000 тоннадан аслам ауыл қожалығы өнімдері, соның ішінде 5915 тонна помидор, 2151 тонна қияр, 1075 тонна лимон һәм 1613 тонна басқа да өнімдер жетілдіру режелестірілген. Іссіхана іскерлігін Америка асушы іс-бермелік субъектілерге салық жеңілдіктері берілмекті. Яғни 2026 жыл 1 январдан бастап жер категориясы фондына қарамастан бұларға ауыл қожалығына есептелетін салық ставкасында төленетін болады. Яғни бұлар алдын әрбір гектарына 35 миллион сомға шейін салық төленген болса, енді жердің бағасының 0,95% төленетін болды. Сондай-ақ бұларға есептелген салық қазалықтары 2028 жыл 1 айлға шекем мүддеті созылды. Бұндан тысқары, егерде дараматы жыл давамында іссіханада 60%-ын құрайтын болса, социалық салықты 1% етіп белгіленбекте. Бұл алдын 12% өтеді. Ұшырасу давамында іс-бермелер өздерінің қызықтырған сұрауларына тарау қанегелерінен жауаплар алды. Қазір бүгінгі өткізілген семинардағы салық жеңілдіктеріне текарланған қалды. Келешекте үнемі пайдаланған қалды өзіміздің тәдбіркарлығымызды кеңейту режимімізде бар. Қазіргі күнде біздер помидор һәм қияр өнімдерін жетілдірумен шұғылданамыз. Біздердің сол текарғы өніміміз помидор болып, қазір Нүкіс көтерме сауда орайына махалли базарға шығарылады. Қазірде шет елден келтірілген сортларды егіп қойыппыз. 20 000 түп помидордың әлері бар.